Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен тиктокта хит болып жатқан арбуздан мороженое жасаймыз. Арбузымыз кеше қатырып дайындап қойғанбыз. Оған енді сгущенка және стакан кішкене сүт керек екен. Соларды дайындадық. Қазір жасайтын боламыз, иә? Бегімай. Мен бұл ең бірінші ішін доңға кішкене қырдық, соған сгущенканы қосамыз кішкене. Сосын Кішкене сүт дейді ғой. Кішкене сүт көрейік. кішкене сүт көрейік. Сосын кішкене сүт қоямыз. Енді бұны біз тиктоктан көрдік, және де біз бұны қарбызды морозильникте бір күн ұстап тұрдық. Бізде себебі сыртында мұз шықпаған ғой. Елдердікінде. Негізі прямо эфирде түсіреміз дегенбіз, прямо эфиріміздің стаканмен сүт тұрғаннан ұмытып біз банға жіберді банға. Сұрамай қалды, достар қолдап кішкене не басып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, банға шықсын. Ал біз нені бастаймыз. Бірін бастап отырмыз. Негізі ортасын сразу кішкене неге морозилькеге салатын кезде орта шетін кішкене не істеп ойып қойып салған дұрыстау екен. Кейін ана алып бет қырған кезде оңайлау болады екен. Біз оймай сағамыз. Сол кішкене ойғанға қиындау болып жатыр, иә? Ал сіздер осы мороженеді қайталайтын болсаңыздар, ойып морозилькеге салыңыздар. Ал енді дәмін көрейік. Ал енді морожененің дәмін көрейік. Бісміллә деп бірінші Мұхантайға берейік, ер жігіт қой. Сосын біз жейміз, ал бісміллә. Күшті? Күшті ма? Нен дәм шығар? Арбуз болсын. Арбуз, бетімізге берейік. Ой, бәрі. Ешнәрсе етпейді. Қандай екен дәм? Ұнамады ма? Мұз екен. Мұз екен. Қазір көрейік енді біз жеп. Дәмі күшті. Дәмі күшті, яғни. Сәл сгущенка қосамыз ба? Дәмі күшті. Қайымда? Қарбыздың мороженое сияқты маған. Дәмі күшті. Мынаны тағы да қырып не істеу керек?